Ашық қатты құрметті Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мен Құрманкүл Сіләмқызы, Қазақстан Республикасының азаматымын, тұрақты тұрғынымын. Өтініш айту себебім, әкем Мәдинамұлы Сіләм Құсайын 1948 жылы 21 декабрьде Қытай Халық Республикасында туылған Қытай азаматы. Әкем 2017 жылы наурыз айында Қытай Халық Республикасының шетелге саяхаттау, туысшылау заң жарғысының негізінде мәтіндерінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасына туысшылап келген болатын. Содан Қытай Халық Республикасының қайта шақыртуымен 2017 жылы май айында еш күмәнсіз, кінәсіз барған әкемді Қытай Халық Республикасы барлық паспорттарын тартып алып, темір торға қамап сады. 70-тің жетегіндегі төрінен көрі жоқ әкем Қытай Халық Республикасы Шинжаң Сауан ауданында темір торда, тар қапаста күн елтуде. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, менің әкем Қазақстан Республикасына келместен бұрын қанша мәрте ота жасалған науқас адам, 70-тің жетегіндегі қарт адам, анамның көмегімен, дәрігердің қадағалауымен отырған кісі болатын. Қазір 1 жылға уақыт таяп қалды. Әкемнен еш хабар жоқ. Әкеме бәр қойған айыбы Қазақстан Республикасына барған 200-сің деп әкемді қамап қойды. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Нұх пайғамбар топан су қаптағанда 18 ғаламды құтқарған. Ал сіз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 90-шы жылдардағы тәуелсіздікті бастап егемендік алдыңыз. Содан бері Аллаға шүкір Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жасасын деп тілеймін. Тәуелсіз қоғам астында жасап жатырмыз. Ал менің әкем Қытай Халық Республикасындағы 300 мыңдай қазағымыз темір торда, тар қапаста күнелтіп жатыр. Сіздің көмегіңіз бізге ауадай қажет. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, мені естісеңіз, әкемді көмектесіңіз, әкемді құтқарыңызшы. Әкем темір торда, тар қапаста күнелтуде.